Украина қарулы күштері Қара теңізде орыстың сүңгуір қайығын суға батырып жіберді. Бұл атышулы Москва қайығы суға батқаннан кейінгі орыстарға берілген ең ауыр соққының біреуі болды. Бұл бірінші. Екіншісі, көптен жыр болған F-16 ұшағының алдында суретке түсіп тұрып видео мәлімдеме таратқан Зеленский сізбен біздің тіпті бүкіл дүние жүзіндегі Орыс-Украин соғысына көңіл бөлетін халықтың көкейіндегі күдікті сейілтті. Сөйтіп Зеленский F-16 ұшағы Украинаға жеткендігін, Украинаның сарбаздары қазір F-16 ұшағын пайдаланып жатқандығын растап тастады. Сонымен Украин соғыс майданындағы бір түйткілді мәселеге нүкте қойылғандай болды. Бұл екінші жағымды жаңалық. Үшінші жағымды жаңалық. Қырымға жасалған шабуылдар, әсіресе ITACMS шабуылынан кейін орыстың қазір Қырымдағы әскери базалары жаппай Ресейдің ішкі жағына қарай шегініп жатыр. Яғни тұтас Қырымда қазір орыстың бірде-бір бомбалаушы ұшағы қалмай қалды. Қырым жерінен Украинаның басқа жерлеріне, яғни орыс жаулап алған Қырымнан орыс әлі жаулап алмаған Украин жеріне тікелей орыстың бомбалаушы ұшақтары шабуыл жасайтын. Енді қазір бұл Қырым жеріндегі орыстың әуе әскери күштері шегініп жатыр. Алдыңғы лекциямызда айтқан болатынбыз, қазір Қара теңізде орыстың әскери флоты қалған жоқ. Яғни орыс Қара теңізде әскери күш қуаты бар ел ретінде өмір сүру тарихын аяқтатты. Бұл аса үлкен тарихи оқиға. Бұл туралы сіздерге бір әзілді де айта кетуге болады. Аса ауыр саяси оқиғалармен қатар енді кейде жеңіл әзілді де айтқанның айыбы болмас. Яғни Қара теңіз енді орыстың кемелері үшін жабық. Орыстың енді Қара теңіздегі қоқаңдайтын теңізде жүретін қаруы да қалған жоқ деген сөз. Бұл енді шын мәнде аса жағымды жаңалық. Баяғыда бір әзілді естіп қарқылдап күлгеніміз бар еді. Монғолия теңізі жоқ, Монғолия теңіз әскери күші деген, теңіз армиясы деген армияны құрыпты. Бұны естіген Қытайдың басшысы Монғолдың басшысына кезігіп, немене сендерде теңіз армиясы құрылыпты дей ме деп мысқылдапты дейді. Сөйтсе Монғолияның басшысы Қытайға қарап, сендерде де мәдениет министрлігі бар ғой деп айтқан екен дейді. Тура осы сияқты қазір Қара теңізде енді Ресейдің әскери теңіз армиясы болмайтын болды. Яғни бұл тарих аяқтады. Енді Қырымнан кетіп бар жатыр. Жуырда әлеуметтік желіде бір видео тараған. Қырымнан алдымен теңіз флотымыз кетеді, артынан әскери әуе күштеріміз кетеді, сосын ары қарай жаңағы әскерилердің отбасылары кетеді, сосын ең соңында әскери бригада тұтасымен шегінеді, Қырымды тастап шығады деген болжал айтылған болатын. Бұл кәдімгі саяси анализ еді. Енді осы саяси анализ кәдімгі шынға шығатын көрінеді. Бұл бүгінгі сіздерге жеткізетін жаңалықтарымыздың басты легі. Тағы бір таңғажайып жаңалық жеткізейік. Қазір сенімді ақпарат көздерінің жеткізуіне қарағанда Украина бір күнде 4000 дана дронды Ресейге қаратып ұшыра алады екен. Бір күнде 4000 дана дрон. Көз алдарыңызға елестетіңіздер. Және ол дрондардың біразы камикадзе дроны. Камикадзе дроны деген өзін-өзі жарып жіберетін. Яғни ұшып барады, арнайы жасанды ақылмен басқарылады, немесе адам қол жағынан камерасы арқылы басқарылып отырады. Сосын ары қарай өзі ұшып барады да, ол үстіндегі жарылғыш затымен қосып жарылады. Бітті, өзі де жоқ, жауды да жоқ қылады. Біз енді бұны камикадзе дегенде өлермен деп аудардық. Сол өлермен дрондарымен қазір Ресейге шабуылдайды екен. Енді бұл дрондардың функциясы әртүрлі. Біз оны алдыңғы жолғы лекцияларымызда айттық. Бұл арада қайталамаймыз. Бірақ жалпы соғыс алаңында өте маңызды, өте тарихи, өте бір дәуір бөлгіштік сипаттағы үлкен зор өзгеріс міне осылай болып жатыр. Ал F-16 қолына тиген Зеленскийдің дауысы да қатты-қатты жарқын-жарқын шыға бастады. Бұғанға дейін Қытай халықаралық сахнада сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы арқылы қайта-қайта мүңк-мүңк етіп
Украина мен орыс біздің соғыс тоқтату туралы бейбітшілік ұсынысымызды қабылдау керек. Қытай, Украина, орыс ортасындағы соғысты тоқтатқысы келеді, ақалай көкалай деп оттаған болатын. Қытайдың қайта-қайта өздерінің сол Украина тарап ешқашан қабылдамайтын соғыс тоқтату келісімі туралы әңгімені айтуы, ол Путиннің қузауымен екендігі жұртқа белгілі. Себебі Путин қазір соғыс майданда дәл мұнандай қатаң соққы алмаған болатын. Енді ол Путин дәл қазіргі қол жеткізген, қазіргі жаулап алған жерлеріне қанағат тұтып, Украинаны дипломатиялық жолмен қыспақ қалып. Міне біз соғысты тоқтатайық десек, Украина тоқтатпай жатыр деп қалқарада ыңғайсыз орынға қалдырып, сөйтіп соғысты тоқтатып, Путин аттан түссе де үзеңгіден түспей, қазіргі жаулап алған жеріне қанағат тұтып, місе тұтып, соғыстағы жеткен жеңістігін ұстап қалмақшы еді. Себебі Путин Қырымнан айырылғысы жоқ. Алдыңғы жолы Америкаға жасырын елші жіберіп, Қырымның жартысын Украинаға беруге келіскендігін айтқан болатынбыз. Енді Путин тіпті бұдан да кетіп бара жатқандығын біліп отыр. Донецк, Луганскідегі, Херсондағы, Харковтағы шабуыл күннен күнге күшейіп жатыр. Ал Москваның Moscow Times ағылшын тілді басылымынан әлгінде ғана оқыған ақпаратымызда Украинаның шығысындағы тағы бір кішкентай құрттай қыстақты алдық деп орыстар мәре-сәре болып айқайлап жатыр екен. Бірақ құрттай қыстақты алғаныменен Қырымдағы әскери базасыменен Қара теңіздегі теңіз флотын шегіндіріп алып кетуге мәжбүр болған орыстар соғыстағы өздерінің масқара болып жеңілгендерін халқына жеткізе алмай тілдері қысылып отыр. Осының барлығы дәл қазір қызық бір тарихта болмаған бір қызық жағдай болып қалыптасып қалды. Ең бастысы Қытай енді осы арада мыңқылдап сахнаға шыға келді. Сөйтіп, соғысты тоқтататын, берекеге шақырғыш, әлде қандай бір бейбітшіліктің туын ұстаған біреу болып көрінгісі келді. Әрине Ресейдің тапсырмасымен. Бірақ өкініштісі Зеленский оған қатаң-қатаң айтты. Соғысты тоқтатам десең, трубканы қолыңа алдағы Путинге қоңырауды шал, сөйтіп оны біздің талаптарымызды қабылдауға көндір деді. Ал Украинаның неғып Қытайға осындай қатаң болуы, ол бұғанға дейін Тайваннан көмек алып отырды. Алдыңғы жол халықаралық дипломатияда, тіпті халықаралық ақпарат саласында өте масқара бір оқиға болды. Ол Зеленский жіберген, Қытай шақырған Украинаның лауазымды тұлғасы Пекин емес, Гуанчжоуда сапарда болды. Естеріңізге салайық, ол кісі ешқашан Пекинге барған жоқ. Қытайда оны Пекинде қабылдайын десе, Ресей ренжиме, Путин ренжиме деп, оны арнайы анау шұрым-бұрым тауар өндіретін Гуанчжоу деген қаласында, Қытайдың ең оңтүстігіндегі Гонконгтан 180 км алыстағы қалада оны шақырды. Сөйтіп өздерінше Путинге жаңағы түсіндіретін бір орай тапты. Біз оны ресми түрде Пекинде қабылдаған жоқпыз. Ол біздің жаңағы сауда қалаларымыздың бірі Гуанчжоуде ғана бізбен жүздесті деп құтылмақ болды. Бірақ сол кезде Қытайлар қалқараға тағы бір өтірікті су құйтып жіберді. Қандай өтірік дейсіздер ғой? Қытайлар алдыда ол жаңағы Украинаның лауазымды тұлғасы, жаңағы біз оған түсіндірдік, Орыс Украина екі жақты соғысты тоқтату келісімі қалай болатындығын айттық, ақ көк, ол біздің жаңағы Қытайдың бір екендігі, Тайванның Қытайдың бір құрамдас бөлігі екендігін қуаттады деген өтірікті айтты. Анығында Украина тарап, кейін бұны теріске шығарды, олар бұндай сөзді айтпағанды. Себебі ол кездегі жағдай бұлай болған екен. Қытай жаңағы қандай да бір елменен дипломатиялық қатынас болған кезде мыңқылдап алдыменен жаңағы Тайван біздің ежелден тарихи бір тұтас территориямыз, Тайван Қытайдың бір өлкесі ретінде қаралады, ақалай көкалай деген оттамасын айтады. Бірақ сол кезде Украинаның жаңа лауазымды тұлғасы бұл туралы құптайтында, қарсы болатында ешқандай сөз айтпаған. Бірақ Қытай сен тыңдадың, бітті, сен мойындадың, үнсіз көндің дегенде ақпаратқа солай жариялап жібереді. Анығында Тайван тарап Орыс-Украина соғысы басталғалы Украинаға өте көп көмек беріп жатқан елдердің бірі. Ал Украина Тайванмен жақсы қарым-қатынасты ұстау арқылы Қытайдың Ресеймен жақсы қарым-қатынасты ұстап отырған саясатына өзін баламалас күш ретінде ұстап отыр. Украинаның бұндай дипломатиялық тактикасы Қытайдың да жүрегіне шаншыған инедей болып отыр. Ал Қытайдың Ресейді қолдауы батыс тарапынан қарсылыққа ұшырап, батыс қайта-қайта Қытайды санкцияменен қыспақ қалған кезде
Қытайдың соңғы кезде Ресейден төленетін төлемдерді қабылдамай жатқанның өзі де батыстың алдында оның тізе бүккендігін білдіреді. Яғни Қытай дәл қазіргі экономикалық дағдарыс кезінде өздерінің тауарлар, әсіресе Қытай мемлекет басшысы Ши Цзиньпиннің отбасы және оның әулеті меңгеріп отырған электр көліктер, электромобильдер бизнесі Еуропа мен Америкада кедергіге ұшырағаннан кейін енді Қытай өздеріндегі жұмыссыздық, ақшаның аздығы, өндіріс орындарының жаппай шетелге кетуі сияқты осы құбылыстарды ескере отырып, енді мүмкіндігінше Ресей менен ара қатынаста бейне ойын ойнамақшы. Ресеймен дәл қазір олар үш жерде одақтасып жатыр. Біріншісі, Қытайдың әскери ұшағы бірінші болып Ресей әскери ұшағымен тарихта бірінші рет Аляска кеңістігінде Американың шекарасына жақын маңда, Американың ықпал аймағында ұшты. Бұл Америкаға жасаған Қытайдың бірінші қоқан-лоққысы. Екіншісі, олар Норвегияның ар жағында теңіз кемелерін Ресей теңіз кемелерімен бірлестіріп әскери жаттығу өткізді. Бұл тұтас Еуропаға, НАТО-ға жасаған қоқан-лоққысы. Үшіншісі, Астанада өткен Шанхай ынтымақтастығы саммитінде Шанхай ынтымақтастығына қабылдана салған Беларусь сол күннің ертесі Қытай әскерін Белоруссия менен Польшаның Белоруссия мен Украинаның шекарасында әскери жаттығу өткізуге шақырды. Беларусь-Қытай әскери жаттығуының мәні анығында Қытайдың әскері, Қытай адамының аяғы бірінші рет Еуропа жерінде қолына қару алып НАТО мен Еуропаға қоқаңдап тұрғанды білдіреді. Міне осының барлығы Қытай әскери жақта Ресеймен одақтаса отырып, тіпті Еуропа Американың өзін, егер сенің санкцияңды күшейтсең, мен шегінуім мүмкін, бірақ сен одан арман құтырсаң, мен Ресеймен одақтаса түсемін деп батыспен бетпе-бет келіп отыр. Қазіргі жағдайда Орыс пен Қытайдың одақтастығы бейне НАТО-ның ішкі жағындағы одақтастық ұқсамайды. НАТО-ның ішкі жағындағы әскери одақтастық мызғымас, сыртқы саясаты мызғымас болғанмен, Қытай, Ресей, Батыс дәл қазір үшеуі үш бұрышты бір ойын ойнап отырған сияқты болады. Қытай біресе бұл талаңдап Ресеймен одақтаса қалады, біресе Батыстың талабына көнгенсіп, оның санкцияларынан қорыққансып, Ресеймен болған кейбір тиым салынған нәрселердегі одақтастығын тоқтатқан болады. Ресейдің юан арқылы төлеген төлемдерінің 80%-ын қабылдамай жатыр деген ақпарат солай шығады, бірақ анығында Ресеймен әскери одақтастықты тағы жалғастырады. Бұлайша айтқанда, бұл бір-біріне бас салуға батылдығы жетпей, тек бір-біріне қарап арпылдап үріп тұрған иттерді елестетсеңіз, осы дәл қазіргі жағдайды түсінгендей боласыздар. Бұл иттер бір-біріне бас салмайды, бірақ бір-біріне қарап арпылдеп үріп тұр. Қандай да бір қолайлы сәт болса, тамақтан орып жіберетін орай болса, немесе қара жоннан ала түсетіндей жағдай болса, тап бермекші. Бірақ сондай бір ұтымды сәтін таба алмай, бір-біріне қарап арпылдап үріп, жіті қадағалап, көз алмай қарап тұрған бір сәттерді көруге болады. Егер ішіндегі біреу құйрығын бұтына қысып, шегініп кететіндей болса, екіншісі де айбаттанып, жеңіспен өзінің ит қорасына оралмақшы. Қазіргі саяси жағдайдағы ойындар осыған келіңкірейді. Енді Ресей тараптан айтатын болсақ, Ресей тарап дәл қазір F-16 ұшағының Украинаға жеткенде байланысты. Міне, 4 тамызда Зеленский ресми түрде жариялады. Зеленский ресми түрде F-16-ның келгендігін айтты. Енді қазір орыс тарапта үлкен паника, үлкен дүрлігіс. Орыстар қорыққаннан не істерін білмей жатыр. Қазір өтіріктерде біріне-бірінің қисыны келмей, орыс тілді медиада айғай-шу, ұлар-шу болып жатқан жағдай бар.